Мгм. Здравствуйте, уважаемые коллеги, дорогие участники вебинара. Я учитель истории гимназии номер 38 имени Михаила Ломоносова, Бустандыкский район. Сегодня хочу поделиться с программой элективного курса. Тема моего элективного курса – развитие функциональной грамотности на уроках истории. Актуальность курса значит, в современных условиях быстро меняющего информационного пространства особое значение приобретает развитие именно функциональной грамотности учащихся, способность анализировать, интерпретировать, применять историческую информацию в повседневной жизни является важным моментом подготовки социально активной критической мыслящей личности. Курс направлен на формирование у школьников навыков осмысленного анализа исторических источников, аргументирования, выражения своего собственного мнения. Цель – развитие функциональной грамотности на основе исторического материала, формирование критического мышления, аналитических и исследовательских навыков, вызывать интерес к истории через активное включение обучающихся в процесс работы с историческими источниками. Ожидаемый результат – это повышение уровня функциональной грамотности учащихся, формирование навыков анализа, синтеза, интерпретации исторических данных, развитие умения применять исторические знания в практических ситуациях, усвоение методов работы с различными видами исторических источников, улучшение навыков аргументированного выражения своей позиции. Новизна курса это заключается в том, что курс предлагает интеграцию традиционного изучения истории с методиками формирования функциональной грамотности, что позволяет учащимся не только изучать исторические события, но и осмысленно работать с информацией, формулировать выводы и применять знания на практике. Методы обучения. Проблемное обучение, элементы проектной деятельности. Часто используются дискуссии, дебаты, интерактивные игровые технологии, исследовательский метод. Практическая направленность курса проведение ролевых игр, дискуссий, дебатов по историческим вопросам, подготовка и защита мини-исследований на основе анализа исторических событий, анализ исторических документов, работа с первоисточниками, решение практических задач на основе исторического материала. В заключение хочу сказать, что именно элективный курс развития функциональной грамотности на уроках истории ориентирован на формирование у школьников критического анализа, осмысленного восприятия исторической информации и ее применения в реальной жизни. Реализация данного курса позволяет повысить уровень функциональной грамотности учащихся, их мотивацию к изучению истории и подготовку к дальнейшему обучению социальной адаптации. Огромное спасибо, коллеги. Надеюсь, что этот курс будет полезен для учащихся 10 класса, для учителей истории в своей практике. Прошу оставить свои комментарии. Следующее слово предоставляю своей коллеге Аралы Мақсутовне. Сәлеметсіздер ме әріптестер, қалдарыңыз қалай? Мен жаңа Айна Жанболатовна екеуміз бір мектепте жұмыс жасаймыз. Бұл кісі орысша айтқандықтан енді мен өзімнің жұмысымды қазақша айтайын. Менің жұмысым бұл тапсырмалар жиынтығы, жаңа интеллектуалды логикалық ойындармен сондай тапсырмалар жасау. Менің кітапшам екі тілде де жазылды, қазақшада да. Сондықтан сіздерге жаңа түсінікті болар деп ойлаймын. Бұл ненің тапсырмалардың мақсаты неде? Бұл жаңа технологиялық талаптар мен білім стандарттарына сай оқушылардың қызығушылығын арттыру. Интеллектуалды ойындар мен тапсырмалар арқылы тарихты оқыту барысында оқушылардың логикалық ойлау қабілеттерін дамыту.
Бұны қай жерде қолданамыз? Мен өзіме негізгі тірек сөзінде Сухомлинскийдің сөзін алып отырмын. Өйткені бұл жерде ойын арқылы балаларға көп нәрсені үйретуге болады. Яғни бұл жерде көру, есту, қимыл әрекет көрнекіліктерінің әдістері, сұрақтың қызықты, тиімді түрлері, содан кейін жұмбақтар, әзіл есептер, ахуал жағдайлар, бұлардың бәрі жаңа қазіргі уақыттағы оқушылармен жұмыс істеуге өте ыңғайлы. Өйткені біз білеміз, қазіргі таңдағы оқушылардың бәрінде клиповое мышление дейміз ғой, қысқа түрде ғана ойлайды. Сондықтан осы қысқа түрде ойлауларының өзі бұл қазіргі заманның өзінің бір үлкен минустары деп айтамыз, иә. Енді осы мақсатта оқушы мен мұғалімнің арасында не қалыптасады? Не интеллектуалды логикалық ойын, бұл дамытушы ойындармен берілген тапсырмаларды өзім ғана істемеймін, бұны оқушыларға да жасатамын. Екіншіден, берілген тапсырмалардың түрлерін әртүрлі қылып ауыстырып отырамын. Үшіншіден, бақылау өзіндік жұмыстары кезінде таза статистика мен хронологияларды көшіріп алғаннан көрі, балаларға өздерінің есте қалған мәліметтер бойынша жұмыс жасауға тырысамын. Төртінші, тесттік жұмыстар кезінде әртүрлі сәйкестендіру, толықтыру, ашық, жабық тесттерді сынды тапсырмаларды орындату барысында балалардың жаңқалы логикалық ойлау жүйелерін дамытуға тырысамын. Бесінші, бұл есте сақтау қабілеттері мен сыни ойлауды дамыту мақсатында сұрақтар, эсселермен қатар артефакттармен жаңа тақырыпқа байланысты заттар, көрнекіліктерді қолдану арқылы жұмыс жасатамын. Бұл нәрседе мен не ұтамын? Яғни бұдан маған не нәрсе беріледі, не нәрсеге тек жақсы жағынан жетістікке жетем дегенде, мен бұл жерден бір 7 аспектін алдым. Бұл біріншіден тапсырмаларды орындау арқылы балалардың логикалық ойлаулары дамиды. Тек қана дамымайды, ол дағды қалыптасады. Екіншіден, мұғалім бағыт беру арқылы өз бетімен жұмыс жасай отырып, тек ойлап қана қоймай, логикалық ойлауға да дағдыланады. Өйткені біз бәріміз білеміз, тарихтан көп мәселені есте сақтап қалу, оны іске асыру өте мүмкін емес жағдай болып кетеді, егер ол баланың есте сақтау қабілеті төмен болса. Осы кезде баланың логикалық ойлауы өте қажетті. Үшіншіден, бұндай тапсырмаларды орындау барысында оқушылар бір-бірімен диалогқа түседі. Және бір-бірімен бірінің көзқарасын бірі дәлелдей отырып, бір-біріне жаңағы өздерінің ойларын толық айту арқылы, бір-біріне дәлелдеу арқылы өздерінің арасындағы жаңа қарым-қатынасты дамытады. Төртіншіден, оқушы өзі жасаған тапсырмаларды сыныптастарына орындау кезінде туындаған сұрақтарға жауап береді. Сол жауап беру арқылы олардың ұсыныстарын қабылдай отырып, олардың арасында жаңағы сыйластық қалыптасады және оқушы өз пікірін дәлелдеуге үйренеді. Бесіншіден, мұғалім мен оқушы мен оқушы арасындағы диалог қалыптасу арқылы іс-әрекетке және өзгенің де іс-әрекетіне сыни тұрғыдан қарап бағалауды үйренеді. Шығармашылықтарын ойлау, есте сақтау дағдыларын дамытады. Алтыншыдан, жаңағы сабақ барысында мұғалім ұсынған тапсырмаларды орындай отырып, сыныптағы оқушылардың да қызығушылығы артады деп ойлаймын, және өз тараптарынан да тапсырмалар жасауға ұмтылыс пайда болады. Жетіншіден, жаңағы жасанды интеллект қазіргі уақытта айтып отырған ақпараттық технологиялар АКТ-ны пайдаланып отырып, көптеген оқушылар осы қосымша материалдар арқылы балаға тек білім ғана емес, олардың сөздік қорларының көбеюіне, бір-біріне түсіндіру, талдау арқылы есте сақтау, визуалды, аудиалды, когнитивті жаңағы есте сақтауларын дамытуға мүмкіндік туады. Енді құрақ асық ауыз жыртады дейді. Бұндай болмасын деп, мен өзімдегі жаңа кітапшамдағы тапсырмаларды қарастырайын. Мысалға, мен мына жерде екі ойынды ғана көрсетемін. Бұлар қазақ тілінде жасалған интеллектуально-логические игры дейміз. Біріншісі қазақ хандығының 550 жылдығына арналған сәтті сауда интеллектуалды ойыны. Бұл жерде жаңағы бірнеше түрлерден тұрады. Осы арада бізде бірнеше жаңағы көрнекіліктер, артефактылар пайдаланылды. Одан кейін екіншісі тарих өмір ұстазы. Бұл жерде мен жаңағы қару түрлері, әскери өнерге көп көңіл бөлдім. Сол жерде сондай ойындар балалардың бұл алған білімдерін жаңағы артефактыларды пайдалану арқылы өздерінің есте сақтау қабілеттерін жақсы дамытады. Одан кейінгі жай тапсырмалар, мысалға мына жерде қазақша моңғол шапқыншылығы кезіне арналған не артық тапсырмасы, одан кейін міне орысшада моңғол шапқыншылығынан кейінгі пайда болған мемлекеттерді салыстыру, қазақ хандығындағы жылдар, соған байланысты тапсырмалар. Одан кейін орысшасы міне хан имеет право, обязанности права хана. Мына жерде жаңағы
мемлекеттік құрылымдар туралы тапсырма таблица, соған өздерінің білетіндерін қысқаша тез жазып өтеді. Бұл қағаз как бегунок ретінде беріледі, бірінің артынан бірі балалар өздері орындап білетіндерін тез кім қаншасын біледі, соншасын толтырып өтеді. Одан кейін мен көбіне балаларға творчестволық тапсырмалар бергенді ұнатамын, өйткені бұл балалардың логикалық дамуын өте жақсы нетеді. Себебі балалар тапсырмаларды іздеу барысында, материал іздеу барысында жаңағы жасанды интеллектті болсын, ақпараттық технологиялық құралдарды болсын көп пайдаланады. Мысалға, мына жердегі тапсырма ой түйіндеуде бұл ұлт азаттық көтерілістер кезіндегі бүкіл ұлт азаттық көтеріліс кейіпкерлері осыларды не байланыстырады? Бұл баланың жаңағы сын тұрғысынан ойлауы, одан кейін өзінің бүкіл тақырыпты байланыстыруына кетеді. Келесі 5 тармақ деген нәрсені көбірек пайдаланамын. Мынау 9-шы сыныпта жаңағы ұлы отан соғысында пайдаланылған тапсырмалар. Мына тұрған екі зат, бұл екеуі жаңағы көшпенділердің материалдық мәдениетінде 5-ші сыныпта пайдаланған, мынау 6-шы сыныптағы. Жаңа балалардың творчестволық жұмыстары кигіз үйде өткен кезде менің бір балам міне осындай кигіз үйдің конструкторын әдейі сатып алып, осындай маған құрап әкеп берді. Ал мынау бір балам эпоксидный смоламен жұмыс жасайды екен, жаңа торсықты жасап алып кеп, маған осындай брош қылып жасап берді. Бұдағы жаңа баланың шығармашылық түрі, несі өнер туындысы және материалды бекітуге өте пайдалы. Торсықты осыған қарап тұрып, торсықтың не нәрсе екенін толыққанды бала жауап берді. Одан кейін мынау қазақ хандығына байланысты жасалған макеттер. Енді мынау былтырғы жұмыс 5-ші сыныптағы жасалған. Мына тұрған жаңағы дүниежүзі тарихынан өткен, мынау терракотовая армия дейміз ғой, Қытайдың. Соған байланысты жаңа фисташкалардан жасап істеген нелері. Мына жерде тұрғанның бәрі терракотовая армияның бәрін пластилиннен жасаған. Мынау Қытайдың жаңағы әскери өнеріне жаңағы от лақтырғыш қару. Бұл ғұндарға да, қытайларға да қатысты деп мен бір балам әкеп берген. Бұл баланы инклюзия бала жасады мына тапсырманы. Келесі мынау міне түгел қорымдар. Келесі одан кейінгі мынау көрсетейін дегені міне мынау тағы да материалдық мәдениетке жаңағы мозаика мен жасайды екен бір балам осы қатырып осындай қазақтың ою өрнектерін жасап әкелді. Мынау біздегі тарих апталығына жасалған балалардың макеттері, газеттері шығарған, ал мынау орта ғасырлық замок. Осыған байланысты міне творчестволық жұмыстарды жасату арқылы біз балалардан біз не ұтамыз, бұның бәрі өте қазіргі бала көп нәрсеге қызыға бермейді. Сондықтан жаңағы менің өзімнің жинағымдағы тапсырмалар мен интеллектуалды ойындарды жасау арқылы осы оқуды, сабақты бекітіп, үй тапсырмаларын кезінде талдау жұмыстарын жасау керек, жаңа тақырып кезде. Выключите звук, Салим. Бұл жерде жаңағы осындай тапсырмаларды орындату арқылы қазіргі уақыттағы балалардың не тек қана есте сақтауын емес, сөздік қорларында дамыта аламыз. Өйткені бала қаншама материалды іздейді, оның бәрін ой сарасынан өткізеді, белгілі бір жаңағы макетті жасау үшін, бір газетті шығару үшін де, не болмаса өзінің менің бір балам бар, міне 6-шы сыныпта Руслан деген балам бар. Көбісінде бұл бала ашық, жабық тест тапсырмаларын жасап алып келеді. Маған жазады: учитель, можно я по теме сделаю вот такие тестовые задания, открытые тестовые задания, закрытые тестовые задания деп. Мен айтам, әрине болады деп. Ол алып келіп, жаңағы маған үй тапсырмасын тексеруге көмектеседі. Сондықтан да жаңағы өзімнің сөзіме дәлелді болу үшін бұл тапсырмаларды өзім ғана жасамаймын, және балаларым да жасайды. Бұл олардың Конфуцийдің сөзі бар ғой, маған көрсетсең мен ұмытып қалам, ал өзіме жасатсаң мен оны көбірек есіме сақтаймын деген. Сондықтан осындай тапсырмаларды жасату арқылы, жасау арқылы өзіміздің пәнімізді ары қарай дамытып оқытуға біраз болсын үлесімізді қосып жүрміз деген ойдамын. Сіздер енді кері байланыс берсеңіздер, сіздерге қатысқандарыңызға бәріне рахмет әрине. Сұрақтарыңыз бар болса, Айнажан Болатын екеумізге де қоя беріңіздер. Біз екеуміз бір компьютермен кіріп отырмыз. Коллеги, если есть вопросы, пожалуйста, задавайте, мы ответим. Если нет вопросов, всем спасибо за участие в вебинаре.
Иә, Пожалуйста, не забудьте оставить комментарий. барлықтарыңызға рахмет қатысып бізді қолдағандарыңызға. Барлығымыздың да елегеніміз бір терінің пұшпағы. Сондықтан сіздердің де педагогикалық еңбектеріңізге жеміс тілеймін, шығармашылық табыс тілеймін. Шәкірттеріңіз тек биіктен көріне берсін. Рахмет сіздерге. Görüşürüz.